Пиксителай, қызық өмірім-ай деп бүгін ұзақ жолға шықтық. Қызыласкер деген ауылға барамыз бүгін оформление жасауға. Қызыласкер десе мен ойлаппын жақын жер бір жарты сағаттық жол шығар деп. Сөйтсе местоположение тастағаннан кейін ой дедім ғой, ақшасын арзан келісіп қойыппын ғой деп жылап жүрейін дедім ғой. Келісім, амал жоқ, бардым енді, арзан бола ма, парзан бола ма. Сарыағаш пен Қызыласкердің арасы 1 сағат 10 минуттық жер екен. Оған мен бүгін барып құрамын, сөйтіп қайтамын, ертесіне барып қайтадан барып жинап алып қайтамын да. Сонда менде бензинге білесіздер ме қанша ақша кетті. Кешегі салған видеомда гели баллонды неге газдың қасына қойып қойғансың, ол жарылады, абайла, май қолын ұстама деген сияқты көп сообщениялар келді, көрдім. Мен шығармын 2-3 жылдан бері жұмыс істеп жүрген гели баллонмен. Біріншіден, гелий жарылмайды, ол газ емес, ол ауа тектес, ауадан неше есе жеңіл продукт гелий деген. Ол кислород, газ, жаңағыдай аргон, басқа заттар жарылады, ал бұл гелий баллон жарылмайды, ол жарылғыш зат емес. Еще газдың қасына қойып қойыпты деп күліп жатырсыздар ғой, ол газды негізі қолданбаймын да, просто времянкада тұр да. Жаным, оқырмандарым менің, мені ойлап сол нәрселерді жазып жатырсыздар ғой, білемін, түсінемін, рахмет сіздерге. Иә, бір жағынан дұрыс айтасыздар. Қандай жағдай болса да, техника безопасностьты сақтаған дұрыс, ол жарылмайтын зат болса да. Мені ойлап, уайымдап жатқандарыңызға кәдімгі қуанып қалдым ғой. Ал бүгінгі заказ осылай болды. Сіздерге қалай ұнады ма? Ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.